Сәлем достар, видеоның превьюнан көргендеріңіздей, бұл видеоның аты жоқ. Ал YouTube заңы бойынша егер видеоның аты болмаса, онда бейнеңіз YouTube видео хостингіне жарияланбайды. Жоқ, бос орын тастау арқылы салмадым, яғни бұл пробел емес. Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін аты жоқ видеоны жариялауды және көрінбейтін пікір жазуды үйрететін боламын. 2011 жылы аты жоқ видеоны ең алғашқы болып жариялаған арна әлі күнге дейін бұл видеоның атын қойған жоқ. Ал енді сұрақ, YouTube аты жоқ видеоны жариялауға қалай және неге рұқсат берді? Дәл осы сұрақтың жауабын табу үшін мен біраз іздендім. Ақырында таптым. Алайда сізге мен сияқты іздестірудің қажеті жоқ. Бар болғаны видеоның атын көшіріп алсаңыз болғаны. Дәл осы көрінбейтін шрифт арқылы бәрі де мүмкін. Сенбейсіз бе? Тексеріп көріңіз. Көрінбейтін пікір, көрінбейтін пост, көрінбейтін статус. Тіпті аты жоқ ВК парақша мен Instagram парақшаңызды да аша аласыз. Және көрінбейтін хабарламалар. Елестетіп көріңізші, досыңызға көптеген хабарлама келді, және бәрі бір адамнан. Ашып қалса, ештеңе жоқ. Осы видеоның атын көшіріп алып, көрінбейтін пікір жазып көріңіз. Және сізде іске асты ма, оны да пікірге жаза кетіңіз. Жай ғана пробел арқылы мұндай сиқыр жасалмайды. Ал дәл осы видеоның атын көшіре алмасаңыз, менің сообществомнан көшіре аласыз. Сізбен бірге болған дұрыс қадам арнасы. Келесі видеода кездескенше.